Сәлеметсіңдер ме, қалайсыңдар? Бүгін 4-ші сыныптың 8-ші сабағын өтетін боламыз. Ал мен каналға тіркеліп және лайк басып қоюды ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырыбымыз табиғат ғажайыптары, буын үндестігі. Мәтін мазмұны бойынша пікір қалдыруға бағытталған сұрақтар құрастыруды үйренеміз. Сөзге қосымшаларды буын үндестігіне сәйкес жалғауды үйренетін боламыз. 34-ші тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Сұлулыққа ынтығып, таза ауаға құмартып жүрген баланың денсаулығы да түзеле бастапты. Апа, білесіз бе, депті ол бір күні қуанып шешесіне. Табиғаттағы ең бөлшегі ағаш пен гүл ғана емес екен. Иә, гүл де, су да, ауа да табиғаттың бөлшегі демексің ғой. Оларға әрине дауым жоқ. Сонымен бірге мына мен де табиғаттың бөлшегі екенмін. Ұлының сөзіне көңілі толған ана елжіреп, оның маңдайынан сүйді дейді. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойып жауап беріңдер. Мәтін бойынша пікір қалдыруға бағытталған сұрақтарды жалғастырып көріңдер. Қалай ойлайсың, баланың денсаулығы түзелуіне не әсер етті? Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді буынға бөліп жаз. Соңғы буындағы дауысты дыбыстардың жуан немесе жіңішке екенін айт дейді. Ендеше бірінші мәтін мазмұны бойынша бір-бірімізге сұрақ қояйық. Яғни сендер баланың айтқанымен келісесіңдер ме? Біз табиғаттың маңызды бөлшегіміз бе деген екі сұрақ, болмаса тағы да сұрақтар қосуға болады. Ал екінші жағдаятта қалай ойлайсың? Баланың айтқан сөзі ойлануға тұрарлық па деген сұрақ қоюға болады. Ал соңғы қарамен жазылған сөздерді буынға бөліп оқитын болсақ, бізде ауаға, яғни соңғы буынында а әрпі дауысты болып тұр, сондықтан дауысты әріп а әрпі жуан болып тұр. Осы секілді баланың деген сөзде ең соңғы буындағы а әрпі жуан, күні деген сөзде әрпі жіңішке, табиғаттың деген сөзде әрпі жуан, сөзі не сөзінде сөзі, яғни әрпі жіңішке, көңілін деген жерде әрпі жіңішке, маңдайынан әрпі дауысты дыбыс жуан болып келеді екен. Ендеше бір ереже қарастырып жіберейік. Бір сөз ішіндегі дауысты дыбыстардың не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке болып үйлесіп келуін буын үндестігі деп атайды екенбіз. Буын үндестігі бойынша қосымша сөзінің соңғы буынның жуан жіңішкелігіне қарай үндесіп жалғанады екен. Соңғы буын жуан болса, жуан қосымша, жіңішке болса, жіңішке қосымша жалғанады. Мысалы, ауаға, күннің, яғни бірінші буын жіңішке болса, екінші қосымша да жіңішке болып жалғанып тұр екен. 35-ші тапсырма: бағандағы сөздерді салыстырыңдар. Бұл сөздерде жалғанған жалғаулардың дауысты дыбыстарды неліктен жуан немесе жіңішке екенін бір-біріңе дәлелдеңдер дейді. Отаным, адамдар, табиғатта, ғажайыптар, сулы, шөптің, көлде, еліктер, бүркіттің, теңізші, түйелер. Яғни бұл сөздерге мән беру арқылы, оқу арқылы сендер не байқадыңдар? Яғни жаңағы ережеде қайталап айтып кеткендей, бізде бұл жерде, яғни сөздеріміз буын үндестігіне бағынып тұр екен. Оны қалай білдік? Яғни біз бірінші бағанға мән берсек, бірінші бағандағы бірінші түбір сөздердің бәрі жуан болғандықтан оған жалғанған екінші қосымшалар жуан болып тұр, ал екінші бағанда толығымен жіңішке болып тұр. Осы арқылы бұл сөздер буын үндестігіне бағынып тұр екен. 36-шы тапсырма: жапыраққа жазылған Жеңіс Қашқыновтың өлең жолдарын сағат тіліне қарсы бағытта оқып шық дейді. Яғни т деген әріптен басталатын ретпен оқып шығамыз. Суретте белгіленген, көрсетілген сурет бойынша бұл өлең жалпы көз жайлы болып тұр. Тапқан өлең жолдарыңа тиісті тыныс белгісін қойып көшіріп жазыңдар дейді. Яғни бұл жерде бізде тырнасы тізілген, ұнатам күзді мен деген өлең жолының тексті мәтіні шығады екен. Келесі тапсырма: яғни көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Жаңағы ережеде айтып кеткендей, бұл жолғы сабағымыз буын үндестігіне қатысты болғандықтан, қосымша жалғауда бірінші буынның жуан жіңішкелігіне мән беру арқылы сендер дұрыс жауабын таба аласыңдар. Құс ең қырағысы сұңқар, күн көзі
тура қарай алатын құс тек бүркіт қана. Қарлығаш ұсақ жәндіктерді ұшып жүріп әуе аулайды. Пингвин, ен, жүз құс. Яғни осы сөздерге біз қосымша жалғап шығатын боламыз. Сонда бізде дұрыс сөздер құралатын болады. Яғни бізде құстың ең қырағысы сұңқар. Бұл жерде бізде буынымыз жуан болып тұрғандықтан оған жуан қосымша жалғанып тұр. Сол секілді күн көзіне тіке қарай алатын тек бүркіт қана. Қарлығаш ұсақ жәндіктерді ұшып жүріп әуеде аулайды. Пингвин, ен, жүзгіш құс. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақта бестік алуларыңа тілектеспін. Сау болыңдар.